Сәлем қыздар, торт сухофруктами дайындаймыз. Өте нәзік, дәмді торт. Ең алдымен тестісін дайындаймыз. Ол үшін бір банка сгущенка, оған 3 дана жұмыртқаны салып, миксермен араластырасыз. Бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майды саласыз. Миксермен шайқап араластыру керек. Мак, разрыхлитель және ұнды салып, жұмсақ қамырды дайындаймыз. Өте әдемі қамыр дайын болды. Мак ерекше дәм береді. Диаметрі 22 сантиметрде 8 дана корж жасадым. Лопаткамен 1,5 қасық салып, қамырды тегіс жайып шығамыз. Бір тегіс әдемі қылып жайыңыз, әдемі корж пісіп шығады. Пешке салғаннан кейін мұқият қарап отыру керек, олар тез піседі. Кремін дайындаймыз. Желатин мен суды араластырып, 30-40 минутқа бұқтырып қоямыз. %33 сливкиді миксерлейміз. Қант немесе қант ұнтағын саласыз. Қою крем болған кезде миксерлеуді тоқтатасыз. Сливкиге 20% қаймақты саламыз, араластырамыз. 100-150 грамм сгущенканы саламыз, силикон лопатканың көмегімен араластырамыз. Ұсақтап туралған курага, изюм, грек жаңғағын саламыз. Грек жаңғағын қуырып алсаңыз тіптен дәмді болады. Араластырамыз. Сумен бұқтырылған желатинді саламыз, араластырамыз. Тортты дәл видеода көрсетілгендей етіп жинайсыз. Шетіне ацетатный пленка, кальцо кигізіңіз. Сонда торттың кремі ақпай, дзу болып жиналады. Коржға 4 қасықтан крем салып жағасыз. Әдемі жұмсақ торт болады. 8 дана коржды осылай жинайсыз. Тортты жинап болған соң, міндетті түрде холодильникке 8-12 сағатқа қоясыз. Әрлеу жағы өз еркіңізде. Шетіне вафельный крошканы жағып, жидектермен әдемілеуге болады. Ас болсын.